күн және жартылай күн белдемше. Күн үшін 0,32 көбейтеміз s-ті. Бізде s-ті 0,32 көбейту 30-ға мысалы 9-да 6 болады. Ол күн үшін. Ол үшін біз мынау үшбұрыш жазамыз. Так, сол жерге о деген белгіні қоямыз. Так, содан 9-да 6. 9-да 6. 9-да 6. Так, и мына жаққа да 9-да 6. Так, и мына жаққа да 9-да 6. Так, осыны домалап көп сызамыз. Так, енді ұзындығы, так, ұзындығы 50 сантиметр. Так, мына жерден 50 сантиметрді біз сызамыз. Так, 50 емес, 30 сыза берейік. Так, басқа сыймайды мысалы, да? 30, мына жаққа да 30 сантиметр. Так, бүктелуі болады матаның. Так, енді мына екеуін бір-бірімен қосамыз. Циркульмен жасау керек. Так, циркульмен жасап, мынаның барын қырқып аламыз. Мына жақта бүктелуі бұл күнге. Енді жартылай күн. Жартылай күн жасау үшін біз қайтадан үшбұрыш сызамыз. Так, ол жерге біз 19-да 2. 19-да 2. Примерно, например, мына жақта 19-да 2. Так, мынау о болса, мынау 19-да 2 мына жерден 19-да 2. И мына жерден де 19-да 2. Так, мына жақты мүлдем қолданбаймыз. Так, енді осыны былай қосамыз. Так, и ұзындығын қосамыз. Так, мынау бізде жартылай күн. Мына жерде бүктелуі болады. Так, мынау, например, 50 сантиметр. Мынау да 50 сантиметр. Болды. Бұл жартылай күн. Жартылай күн белдемше. Мынау күн белдемше. Матада істеуге болады. Матада орналастыруға болады. ТН 50 сантиметр мына. ТН 50 сантиметр. Одан кейін ТБ. ТБ 18 сантиметр, мына 18 сантиметр белгілей барайын. Так, мына 18 сантиметр. Осы жерге Б деп қоямыз. Одан кейін 58 сантиметр Б1. 58 сантиметр Б1. Так, Б1. Так, Б2 28 сантиметр. 28 сантиметр мына тұр. Так, содан түзу сызық сызамыз. Төртбұрыш сызып аламыз. Так, біріншіден N 1 дейміз. Мынау N 2 болады. Мынау B 2 болады. Так, мынау T 2 болады. Так, артқы белдемшенің, артқы қымтаманың орналасуы. Артқы қымтаманың 6,5, ол 5-тен көп болғаннан кейін 2-ге бөлеміз. Так, біріншісі орналасуы, міне. Артқы қымтаманың орналасуы, міне. 11-де 2. Өлшейміз 11-де 2-ні. 11-де 2-ні өлшедік, міне. Мына жерге. И төбеге қарай сызамыз. Так, соны біз 4 сантиметр аламыз. 2-2, өйткені 2-ге бөлгеннен кейін 4 сантиметр болады, да? Так, ұзындығы 15. 15 сантиметр. Соны барлығын бір-бірімен қосып шығамыз. Так, қымтамамыз. И мынау, мына жерде, так, ара қашықтығы 2 сантиметр. Сөйтіп бәрін бір-бірімен қосамыз. Так, мына жерде 2, так, 2,5, получается 1-де 3, 1-де 3, да? 1-де 3, 1-де 3 примерно. Так, мына 2 қымтамамыз болды бізде. Так, алдыңғы қымтама бізде 2-де 8, орналасу 12 сантиметр. 12 сантиметр мына жақтан өлшейміз, міне өлшедік 12 сантиметр. Сөйтіп төбеге қарай мынандай сызық жасаймыз. Так, көлемі бізде 2-де 8, 2-де 8-ді 2-ге бөлсек 1-де 4 болады, примерно 1-де 4. И 1-де 4. Соларды қосып шығамыз. Ұзындығы бізде 12 сантиметр. Так, міне. Ұзындығы 12 сантиметр. Так, 12 сантиметр өлшедік. Сонымен қосамыз. Надеюсь, это не срочно. Так. Вот Т1. Не істемейді. Монтаж үшін істемейді, да? Мына жерде 7 сантиметр. Қашан істей аласың? И жұмыстар бітіру керек. Мына жерде 7 сантиметр бұл шлица.
Так, биіктігі енді модель бойынша қанша керек, сол модель бойынша жасай береміз биіктігін. Так, енді бөксе қымтамасы ол 9-да 3, 9-да 3-ті 2-ге бөліш, 4,5, 4-те 8 болады, примерно. 4-те 6 болады. 4-те 6. Почти 5. Так. И оны бөксеге әкелеміз. Осыны 1,5 сантиметрге көтереміз. 1,5 сантиметр көтереміз. И сосын кейін мынаны бүйтіп қосамыз снанетке. Алты клиндік белдемшені сызамыз. ТН астына қарай 70 см тік сызық сызамыз. ТН деп белгілейміз. ТБ 18 см, оны да белгілеп алайық. Әрі қарай көлденең сызықтар сызамыз. Мына енді бізде 6,5 см бөксе, бел 6,5 см оңға және солға. Бірінші көлденең сызықтарды сызып алайық. Так, мынау бел сызығы. Так, бөксе сызығы. Және астыңғы сызығы, етегі. Көлденең сызықтарды сызып болдық. Енді Т нүктесінен оңға және солға қарай 6,5 см-ден өлшейміз, белгілейміз. Так, солға қарай және оңға қарай. Есеп бойынша бізде бөксе 8,9 см болды. Оны бөксе сызығына қарай 8,9-ды оңға және солға өлшеп белгілейміз. Н нүктесінен оңға және солға, мына бөксе сызығына 5 см-ден кем емес, жобалап 15 см-ді оңға және солға қосамыз. Енді бел сызығын бөксе сызығымен қосып, нүктесімен қосып, ары қарай бөксе нүктесін астыңғы сызықпен қосып, барлық нүктелерді бір-бірімен қосып шығамыз. Бел тұсында 0,5 см астына түсіріп, Т нүктесінен сөйтіп домалатып, әдемілеп сызамыз. Тура солай астында 0,5 см түсіріп, домалақ қылып сызамыз. Бөксе жағын 0,3 см-ге сәл ғана домалатып формасын шығарамыз. Енді 6 клиндік дайын болды. Барлық негізгі сызықтарды үстінен басып шығамыз. Бұл астыңғы сызыққа, так, екі бөкседегі астыңғы сызыққа дейін сызамыз. Белді сәл домалақ қылып, бөксе жағын. Белді домалақ қыламыз. Так, екінші жағындағы бөксені және астын, етегін. Сонымен біздің 6 клиндік белдемшенің бір клині дайын. Осыны матаға қойып, алтын дана етіп пішеміз, белгілеп шығайық барлық нүктелерді. Так, бұл B2, B1, мына жақта N, N2 және N1. 6 клиндік белдемшенің конструкторлық сызбасы